Сәлем барлықтарыңа қыз-келіншектер, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде қамыр болады. Қамыр пиццаға қамыр және жай нанға қамыр жасағым келіп отыр. Және ол айраннан. Кәдімгі айран. Бірінші біз дрожж, оған керек, кешіресіздер, оған керек бізге кәдімгі ұн, ағмай, это 50 миллиграммдай, дрожж, бір қасық, чайная ложка, қант, бір қасық, айран, мындай сүт керек болады. Сүт бізге не үшін керек? Бізге сүт дрожжды көтеріп алу үшін, дрожжымызды көтеріп алу үшін керек болады. Қазір мен жылы сүтке, өте қатты ыстықта емес, мұздай, салқындай емес, жылы сүтке дрожжден қантты салып араластырамыз. Осылай араластырып, дрожжымызды көтеріп алып, содан кейін қамырымызды бастаймыз. Кішкене 10 минут көтерілгенше тұрады. Мінекей қыздар, дрожжымыз көтерілді. Мінекей 10 минуттай уақыт өтті, дрожжымыз көтерілді. Енді мен сіздерге айтамын деп ұмытып кетіппін. Мына жаққа мен 2 шай қасық тұзды салып қойғанмын. Енді бізге керек болады дрожж. Қоямыз. Дрожж бен сүтті. Одан кейін жылытылған, кішкене микроволновкаға жылытып алуға болады, айран. Осының барын қолымызбен илейміз. Ұнымызды айта кетейін. Ұнымыз мынандай ыдыспен, стаканмен 4 стакандай болды. Егер ұныңызға айран жетпей қалса, су қосуға да болады. Су немесе сүт. Мінекей маған айраным, 1 стакан айран аздық қылды, мен тағы қосам. Қыздар, ағмайды мен қосып қойдым. Соңында қосып жібердім. Мінекей мынандай қамыр шықты. Жұмсақ қылу керек. Жұмсақ қылып илеу керек қамырды. Енді бетін жауып, кішкене уақыт көтерілгенше қойып қоямын. Сосын барып, қалғанын негізінде айранмен бірінші рет істеп көріп жатырмын. Қазір көреміз қандай болады. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей былай жауып қоямыз бетіне. Майлық жақсаңыздар да болады. Мен қазір майлықты да жауам. Ал енді күтейік, қалай болатын. Қыздар, мінекей қамырымыз көтерілді. Енді пицца жасаймыз. Қыздар, енді қамырды пиццаны мен 2 түрлі қылып жасаймын. Былай кішкентай пицца болады бізде. Сосын егер қамыр алышып кетсе, үлкен жай бір пиццада жасай саламын. Осылай қойып кішкене көтеріп аламыз. Содан кейін үстіне начинкасын қоямыз. Кішкентай қалды. Қамыры жұмсақ болған, әдемі. Енді піскенде қалай болады? Соны көреміз. Қыздар, міне дайын. Осыны
кішкене қоя тұрамыз көтерілгенше. Сосын үстіне начинка сала береміз. Қазір ар жағын көрсетемін. Қыздар міне көтерілді. Енді қазір осылай стаканды үстіне қойып басып шығамыз. Әрқайсысын басып шығамыз да үстіне начинкілерді қоямыз. Начинкілерді мен турап қойдым. Қазір салам үстіне. Қыздар мінеке, енді мен начинкаге кетчуп майонез қосамын. Кім өзі қалай. Кейбіреулер майонез қосқанды қаламайды. Сосын мен тек балдарым жейтін нәрсені қосамын. Ол жерде балдарым менің, міне кетчуп майонез. Балдарым менің помидор жемейді. Грибы, құзқұйрықты да жемейді. Сондықтан мен тек колбасамен сырды, сосын мына соусты қосамын да қоямын. Мындап жағып шығам әрқайсына. Сосын духовкеге беті қызарғанша салып аламын. Енді шұжық. Менде ветчина. Ветчинаны салып шығамын. Енді ірімшікті қойып шығамын. Осыдан кейін духовкеге салып аламын. Сосын сіздерге көрсетемін қалай болғанын. Қыздар, мінеке, пиццамыз дайын болды. Жұмсақ қамыры. Қамыры жұмсақ болды. Әлі ыстық. Мінеке. Осындай болып шықты. Қараңыздаршы, қандай қамыр әдемі. Дайындап көріңіздер, рецептін төменде қалдырамын.